Естай атындағы музыка мектебі мен орталық кітапхана саз бен әуеннің сиқырлы сарайы атты музыкалық бенефис ұйымдастырды. Көрермен ретінде оған 25-ші қазақ қыздар гимназиясының оқушылары мен ұстаздары шақырылды. Бұл іс-шараны ұйымдастыру мақсатымыз өскелең ұрпақтың бойына эстетикалық тәрбие беру, қазақ музыкасын, жалпы әлем музыкасын насихаттау, жастарды музыкаға, жақсы музыканы таңдай білуге, жақсы музыкаға өзінің талғамына сай таңдай білуіне тәрбиелеу болып саналады. Өскелең ұрпақты тәрбиелеу мақсатында орталық кітапхана қаламызда орта білім беруші мекемелермен, көркем сурет және музыка мектептерімен қарым-қатынас орнатқан. Өткізіліп отырған шара сол байланыстардың нәтижесі және арнайы жоспарланған. Соның барысында көрермендер назарына 50 кітаптың көрмесі ұйымдастырылды. Оның 25-і мемлекеттік тілде. Ал музыка мектебінің ұстаздары мен шәкірттері өздері дайындап келген шығармаларын орындап, көрермендердің ілтипатына ие болды. Бұл шарада жалпы біз адамдардың көзқарасын музыкаға баулу, бұл шарада бізде музыка мектебінің шығармашылығымен таныстыру. Қалалық кітапханамен бірігіп әріптестік, серіктестік ретінде жұмыс жасаймыз. Ылғи композиторлар болса, мерейтойлар болса, композиторлардың бірге жасайтын шаралар. Ылғи солай ұйымдастырамыз. Бенефис барысында музыка мектебінің шәкірті Айымбұл Дауд қобыз бен Рольф Ловландтың құпия бақша композициясын, ал Надежда Коптева фортепианода Бетховеннің Рондо шығармасын орындап берді. Нұрғисат Лендиевтің Аққу шығармасын музыка мектебінің педагогы Сая Тұрсынбайдың жетегенді орындауын көрермендер үлкен ықыласпен қабылдады. Естай атындағы музыка мектебінде бүгінде 14 бөлімшеде 700-ден астам оқушы білім алуда. Ағымдағы жылы мектеп шәкірттері түрлі халықаралық және республикалық сайыстарға қатысып 223 марапат жеңіп алса, оның 29-ы бас жүлде. Соңғы 3 жылда музыка мектебі жас музыкант кәсіби байқауында жақсы нәтиже көрсетіп, облысымыздың намысын республикалық деңгейде қорғап жүр.